Кей сәттерде өзімізді өте бақытты сезінеміз және кей сәттерде көңіл күйіміз болмай мазасызданамыз. Өзімізді бақытты сезінген кезімізде өз-өзімізден сұрауымыз керек: мені бақытты етіп тұрған не нәрсе? Егер бұған себеп Алла Тағаламен арамыздағы байланысымыз болса, онда бұл бақыт, қуаныш мәңгі болмақ. Егер бір дүниеге қол жеткізіп, соған қуанып жатсақ, дұрыс, бірақ ол нәрсенің уақытша екенін ұмытпауымыз керек. Күндердің бір күні Алла бізді сынап, ол нәрседен айыруы мүмкін. Ол Алланың қалауы. Тағы бір қайталайын, егер сізге жақсылық берілсе, жетістікке жеткен болсаңыз, бұл нәрселерден кейінірек айырылуыңыз мүмкін. Бұл туралы Алла Тағала Бақара сүресінде әрбірімізді сынайтынын хабарлайды. Біреулерді қорқынышпен, басқа біреулерді аштықпен және түрлі қиыншылықтармен, жақын адамдарымыздан айырылумен сыналуымыз мүмкін. Бұл туралы аятта баяндалады. Бүгін айтқым келіп отырғаны, қашан қайғы мұңға салынып, қиыншылықтар себепті көңіл күйіміз болмағанда не істеуіміз керек? Алдымен өзіңізден сұраңыз. Жаратушы Раббыңызбен қатынасыңыз қаншалықты жақсы? Тиісті деңгейде ме? Мысалы, көбіне намаз оқымайтын, Құран оқымайтын, Алланы мүлде еске алмайтын адамдар күйзеліске жиі ұшырап жатады. Оның көңіл күйі одан сайын түсе береді. Себебі оның көзқарасы, түсінігі өзгеше. Ақиқатты танудағы, тағдырды түсініп мойындаудағы көзқарасы өзгеше. Осы өміріміз араб тілінде дүние деп аталады. Бұл дүние уақытша, мәңгі емес. Бұл дүние баршамыз үшін сынақ алаңы. Біз сынақ алаңындамыз. Кей сәттерде мақсатымызға жете алмай, қалағанымыз ойдағыдай болмай жатады. Бізге тек Алланың қалағаны, таңдағаны ғана болады. Алла бізді денсаулығымыздың нашарлауымен, несібеміздің тарылуымен, жақын адамдарымыздан айырылуымен, көптеген басқа да қиыншылықтар арқылы сынайды. Бұндай жағдайлар біз қаламасақ та орын алып жатады. Алла бізді сынау үшін қиындықтар жібереді. Ол нәрсе бізді Аллаға жақындатуы керек. Бұл қиындықтар уақытша екенін түсінуіміз керек. Кейде адамдардың бастарына түскен сынақ бітпейтіндей көрінеді. Сол себепті де олар өте көңілсіз, мұңды болады. Көп ұзамай қиындықтарынан құтылып, істері дұрысталған сәтте әлемдегі ең бақытты жандарға айналады. Сол сияқты керісінше де болып жатады. Бұл Алланың жоспары. Қиындыққа мойымаңыз. Жаңа айтқанымдай, ең алдымен өзіңізге менің Алламен байланысым қалай деп сұрақ қойыңыз. Алламен байланысыңыз ол сіздің намазыңыз. 5 уақыт намазыңызды құлшыныспен оқисыз ба? Намазыңызды қалай болса солай емес, ынта-ықыласпен орындайсыз ба? Оқып жатқан 5 уақыт намазыңыз тиісті деңгейде ме? Кішкене отырып осыны пікірленіз. Намазыңыз уайым-қайғыңызды кетіреді. Кім үшін намаз оқимын? Кім үшін басымды жерге қойып сәжде етудемін? Кім үшін? Мені жаратқанға, менің бақытым бүкіл жақсылық қолында болғанға сәжде етудемін деп сезінуіңіз керек. Және күндердің бір күні Аллаға оралатынымызды естен шығармауымыз керек. Біздің алдымыздағылар дүниеден өткені сияқты, біз де бұл дүниеден Алланың құзырына қарай өтеміз. Міне, біз ұлы жаратушымыз Аллаға сәжде етеміз. Асықпай жақсылап осыны пікірленіз. Осының өзі-ақ сіздің бұл дүниедегі қиыншылығыңыздың кішкентай екенін көрсетеді. Жоспар мақсаттарыңыз сіз ойлағандай болмай жатса, бұл Алланың қалауында екенін ұмытпаңыз. Қалағанымыз ойдағыдай болмауына себеп Алланың жоспары өзге болуында. Алла, сынақтардан сүрінбей, оңай өтуімен нәсіп етші деп сұрауымыз керек. Алладан жәрдем сұрауымыз керек. Сонда Алланың өзі тығырықтан оңай шығатын есікті көрсетеді. Білесіздер ме? Тіпті пайғамбарымызға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, Алла Тағала қайғырма деген. Уа ардақты елші, иман келтірмегендер сенің көңіліне қаяу түсірмесін. Алла пайғамбарымызға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, олардың істері, күпірліктері сені қайғыртпасын деуде. Оқуда, жұмыста, қайда болсаңыз да кей адамдар сізді жақтыртпауы мүмкін. Бүкіл адамға бірдей жағамын деп ойламаңыз. Сізді сынап артыңыздан сөздер айтуы мүмкін. Білесіздер ме, кезінде пайғамбарымызға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, иман келтірмегендер ауыр сөздер айтқан. Сіз бен бізді ешкім ренжітпейді деп ойлайсыз ба? Бізге де ауыр сөздер айтылуы мүмкін. Сондықтан да Алла Тағала өзгелердің сөзі сені қайғыртпасын, ол жайлы уайымдама деуде. Пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, жүрегіндегі қайғыны Алла білді. Кәпірлер иман келтірмей ғана қойған жоқ, олар ислам туралы ауыр сөздер айтып, өсек жалған сөздер таратты. Осы нәрселердің бәрі сенің жүрегіңді ауыртатынын білеміз дейді Алла пайғамбарымызға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Кәпірлер сенің шыншыл екеніңді, сен Алланың пайғамбары екеніңді біледі, бірақ тәкаппарлық себепті олар сені теріске шығаруды.
олардың тәкаппарлықтары сені мұнайтпасын. Аллаға бойсұнбағандар, ислам туралы өсек аян таратқандар, жаман істермен айналысатындар сені мұнайтпасын дейді. Қандай жағдай болмасын, қайғырмаңыз. Алламен байланысыңызды жақсартуға тырысыңыз. Субханалла, Алла кемшілік атаулыдан пәк. Альхамдулилля, барлық мақтау, мадақ Аллаға. Аллаху әкбар, Алла ұлық деп сезініп, Алланы зікір ету арқылы жүрегіміздегі мазасыздықты, уайымды кетіре аламыз. Алла Құранда Алланы ықыласпен еске алумен жүректер орнығады дейді. Жүрегіңізде мазасыздықты, уайым қайғыны кетіргіңіз келеді ме? Алланы әрдайым еске алыңыз. Алланы қалай еске алған дұрыс? Бір-екі маңызды нәрсені айтқым келіп тұр. Жоғарыда айтқанымдай, біз қиындыққа тап болып, көңіл күйіміз болмай күйзеліске түсіп жатамыз. Алайда бұдан арылуға себеп болатын нәрселер бар. Соның бірі намаз. Намазыңызды жақсартыңыз. Асықпай, жақсылап дәрет алыңыз. Кейін құбылаға жүзіңізді қаратып, Аллаху әкбар деп намазды ықыласпен оқыңыз. Алла ұлық, бізді жаратушы ұлық. Осы қиыншылықты берген жаратушым Хаким. Ол біздің Раббымыз, біз оған ғана құлшылық етеміз, одан ғана сұраймыз. Асықпай намазымызды сезініп оқып, соңында Ассаламу алейкум ва рахматуллах, Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сәлем беріп аяқтаймыз. Сол сәтте жеңілдікті сезінесіз. Жаратушы Алламен тікелей сөйлескеніңізді сезесіз. Бүкіл нәрсені иесі, барлық нәрсені игерушімен тілдестіңіз. Бұдан артық бақыт бар ма? Екіншіден, асықпай байыппен Құран оқу. Бұл Алла Тағаланың кәләмі. Алла бүкіл адамзатқа, адамзат арасында ескертуші, тура жолға сілтеуші және жүрек дерттерінің шипасы Құранды сендердің жаратушын түсірді дейді. Жүректі мазалайтын дүниелердің бірі уайым қайғы, күйзеліс. Бұл ауру, бұл дерт. Ол жүректің сығылуы, көкіректің тарылуы, мазасыздықтың бойыңызды жайлауы арқылы сезіледі. Ол бәрімізге таныс жағдай. Алла Тағала бізді уайым қайғыдан сақтасын. Бұл дерттен құтылғыңыз келеді ме? Оның шипасы Құранда. Асықпай, әдемілеп Құран оқимыз ба? Мынаған назар салыңыз. Расында Құран жаралы сырқат жүрекке керемет шипа. Алланың сөзі Құранды ашып, асықпай, мәнерлеп, әдемілеп, мүмкіндік болса пікірлеп оқып тұрыңыз. Күн сайын таңғы уақытта үйден шықпас бұрын, тіпті 5 минут болса да дұрыстап, қуанышпен оқиық. Жақсылап, әдемі дауыс ырғағымен оқуға тырысайық. Оқу барысында кемшіліктеріміз болса, жөндеуге тырысайық. Білесіздер ме, Құранды оқудың екі түрі бар. Біріншісі ол қарапайым ғана оқу. Ал екіншісі қатесіз, әдемілеп, Алланың разылығы үшін оқу. Ережелерімен, әдемі дауыс ырғағымен оқу. Осылай оқып көріңіз, ұялмаңыз. Егер Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Осылай оқитын болсаңыз, бәрі дұрыс. Бірақ Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Осылай оқитын болсаңыз, жүрекке керемет әсер етеді. Айырмашылықты байқадыңыз ба? Алланың разылығы үшін деп ниеттеніп, құрметпен, ықыласпен оқысаңыз, Алламен ант етемін. Бұл уайым қайғыны кетіретін тамаша ем. Уайым қайғынызды кетіреді, істеріңіздің реттелуіне себеп болады. Тасыңыз өрге домалайды, жүзіңіз нұрланады. Басыңызға ең үлкен қиындықтар келсе де сабыр етіп, Алладан көмек сұраңыз. Алланы зікір етіңіз және еш мұнаймаңыз. Адамдар сізге қарап, ешқандай уайымы жоқ деп ойласын. Күлімдеп жүріңіз. Жерді басып жүрген адамның қай-қайсысының болмасын, уайымы, қиыншылығы болады. Бұны ұмытпаңыз. Мешітте бірге қатарласып намаз оқып жүрген бауырыңыздың басындағы қиындығы сіздікінен әлде қайда үлкен болуы мүмкін. Бірақ оның жүзінен оны байқамайсыз. Себебі бұндай адамдар бұл сынақтардың, бұл дүниенің уақытша екенін түсінгендер. Олар Аллаға ісін тапсырғандар. Қиындықтан құтылуға әрекет етіп, нәтижені Алладан күтушілер. Құранмен байланысымыз жақсарған кезде оны оқып түсінуге тырыссақ, Алламен байланысымыз жақсаруда деген сөз. Құранды оқуыңыз, намаз оқуыңыз, тасбих тартып Алланы еске алуыңыз, бұның бәрі де Алланы зікір етуіңіз. Келесі нәрсе, Алланың өзгеге бермеген, бірақ сізге берген нығметтерін бағалай білуіңіз қажет. Алланың берген нығметтеріне шүкіршілік ету де уайым қайғыны кетіретін керемет амалдардан. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын хадисінде өзінен денсаулығымен, мал дүниесімен төмендегілерге қара дейді. Бірде бір жігітпен сөйлескенде айтқан сөзін келтірейін. Білуіңіз мүмкін, бірақ болмашы нәрселерге бола адамдардың қайғыратынын байқаймыз. Жаңағы бауырым, менің көңіл күйім жоқ дейді. Неге десем, себебі үйімде ыстық су жоқ дейді.
біреулер ыстық су түгілі мүлде ішетін суы да жоқ, ал бұл бауырым ыстық суым жоқ деп қайғырып жүр. Бір апта өткесін оны қайта кезіктірдім. Бауырым, мәселен шешілді ме деп сұрадым. Қандай мәселе еді, деді. Мен оған сенің арқанды қайыстырған уайымын туралы сұрап тұрмын дедім. Нені айтып тұрсыз деді. Мен оған, білесің бе, Алла Тағала Құранда адамдардың уайымдары арқаларын сындыра жазайтыны туралы айтады дедім. Тіпті не нәрсе уайымдағанын ұмытып кеткен екен. Пайғамбарымызды, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, уайымдататын қиыншылығы оның өзіне немесе дүниесіне қатысты емес еді. Уайым қиыншылығы Алланың дініне қатысты еді. Сізді де уайымдатып жүрген мәселеңіз дініңізге қатысты ма, әлде дүниеңізге қатысты ма? Анықтаңыз. Егер дініңізге қатысты болса, бұл мазасызданатын жағдай. Ал егер дүниеңізге қатысты болатын болса, онда ең алдымен бұл дүниенің уақытша екенін біліңіз. Күндер ауысып тұрады. Бірде дауылды түнек болса, кейін шуақты жарық болады. Бұл Алланың жоспары. Жаңағы бауырыма, сен ыстық суым жоқ деп мұнында айтқан едің, дедім. Ол, қазір ыстық суым бар, бірақ енді басқа уайымым бар, деді. Қандай, дедім. Душтағы ыстық суым баяу ағады, және бұрап жауып қойсам да тамшылап тұрады, дейді. Мен ішімнен тағы да, кей адамдардың мүлде суы жоқ. Ыстық суды айтпасақ та болады, ал қазір сенің салқында ыстықта суың бар, бірақ сен әлі де қайғырып жүрсің, дедім. Бұл нәрсе адамдардың дүниелік болған, уақытша болған нәрселерді уайымдататынын көрсетеді. Көптеген адамдар дүние ісімен әлек болып қайғырып жүреді. Байлығыңыздан айырылып қалдыңыз ба? Бәрі одан айырылады. Айналамыздағы барлық адамдар бір маңызды нәрселерінен айырылған. Бәрі, әркімнің қиындықты қабылдауы әртүрлі. Алла сізді деңгейіңізге сай сынайды. Бір хадисте Алла жақсы көрген құлдарын сынайтыны туралы айтылады. Алла сізді қатты жақсы көрсе, сізге қиын сынақтарды жібереді. Бұл хадисте келген. Қандай адам болмасын, қиын жағдайға тап болғанда, одан шығу жолын қарастыру керек. Иманды адам сыналғанда, ол Аллаға жақындататын жолдарды қарастырады. Алла сіздің оған жақын болғанын қалаған сәтте сізге үлкен сынақ береді. Егер сіз осы ауыр сынаққа тап болмасаңыз, мүмкін Алланы, жаратушыны танымайтын бедіңіз. Алла Тағалаға алақан жайып дұға етпейтін бедіңіз. Бұл Алланың жоспары. Тұрмыстық хал-ахуалы, денсаулық, мал-мүлкі сізден аз болғанға қарауыңыз қажет. Себебі бұл қолыңызда бар нығметтерді бағалауыңызға себеп болады. Бағанағы бауырыма, судың тамшылап тұрған орнына шелек қоя тұр. Кейін ол туған кезде сол суды қолдана аласың, дедім. Ол, арасында да солай істесем болады екен. Ол жайлы ойламаппын, деді. Майда шүйде нәрсеге бола уайым қайғыға салыну ақмақтық. Болмашы нәрсеге бола қайғырмаңыздар, бауырлар. Қиындықтың шешімін іздеңіз. Мысалы, анда-санда ваннаны салқын суға толтырып, судың өзі де денсаулыққа пайдалы. Салқын суға түсу туралы кішкене ізденіп оқып көріңіз. Әрдайым салқын суға түсу керек деп ойлап қалмаңыз. Кей кездерде үйде ыстық су болмаған сәтте бір түсіп қойсаңыз болады. Және күн сайын сарылдатып душқа түсе берудің де қажеті жоқ. Душтағы суыңыз ғұсыл құйынып тазалануыңызға жараса, бұның өзі де жеткілікті. Оған жарамаса, суыңызды шелекке жинап, сол арқылы жуыныңыз. Суды ысырап етпеуіңіздің өзі өміріңізге береке әкеледі. Тағы бірде сапарға шыққанымда, кейбір адамдар үйімізде тек 3 сағат электр тоғын пайдалана аламыз деп шағымданды. Білесіздер ме, 3 сағат түгілі бірнеше айлап электр тоғынсыз өмір сүріп жатқан адамдар бар. Солармен өзіңіздің жағдайыңызды салыстырыңыз, Аллаға шүкір етіңіз. Қиындықтың шешімін іздемей уайым қайғыға салынып шағымдану дұрыс емес. Бұл сынақ. Электр тоғын көбірек пайдаланғыңыз келсе, ақша жинап, дизельді генератор сатып алыңыз. Неге онда менің көңіл күйім жоқ дейсіз? Бұлай ететін болсақ, барлық адамзат қайғырып кетеді. Аллаға қашан шүкіршілік етеміз? Алла бір дүниелік затыңызбен сынап жатқан болса, қайғырудың қажеті жоқ. Қандай жағдай болмасын, Аллаға сансыз мадақ мақтаулар болсын деуіңіз керек. Және Алладан тозаққа тасталушылардың қатарынан болып қалудан пана тілеймін. Қандай жағдай болмасын, Аллаға шүкір деңіз. Алла бізге жар болсын. Көңілсіздіктен, күйзелістен арылуға себеп болатын келесі нәрсе ол Алланың жаратқандарына қарау. Жасыл ағаш шөптерге қараңыз, жан-жануарларға қараңыз, ауаны қалай демалып жатқаныңызды бақылаңыз. Күннің шығуы мен батуын тамашалаңыз. Аспан мен жердің жаратылысында, түн мен күннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар дейді Алла. Назар салыңыз. Айналамыздың бәрі белгі. Бұл белгілер Алланың жалғыздығын көрсетеді. Алланың ұлылығын, құдіретін көрсетеді.
Осы нәрселерді бақылау, сезіну сіздің көңіл күйіңіздің жақсы жаққа өзгеруіне себеп болады. Білесіздер ме, психолог мамандары күйзеліске түскен науқастарына табиғат аясына барып, жасыл желекке, тау тастарға, айналадағы жануарларды тамашалауға кеңес береді. Неге? Себебі бұл нәрселер күйзелістен, жабығудан арылуға көмектеседі. Имансыз адам табиғатқа қарағанда бұл тек әдемі көрініс деп білуі мүмкін. Ал мұсылман қарайтын болса, бұл Алланың жаратылыстары, Алланың ұлылығының белгісі деп біледі. Егер жағдайыңыз расымен қиын болса, қайғырмаңыз. Қиын күндеріңіз жақын арада кетеді, бәрі уақытша. Қайғырып уайымдауға тұрарлық нәрсе ол Алладан алыстаған сәтіңіз. Бүгінде көптеген адамдар күйзеліске түсіп жатады. Өйткені өмірі ойын күлкі дискотекаға толы. Бірі құмар ойындарын ойнайды, бірі зинақор, бірі ішімдікке салынған және бірі нашақорға айналған. Алладан алыс болған адам күйзеліске түспегенде кім түседі? Күйзелістен арылғыңыз келеді ме? Аллаға қайтыңыз, тәубе етіңіз. Алла сізді күтуде. Сіз Аллаға тәубе етіп қайтқан сәтіңізде Алланың рахмына бөленесіз. Алла сізді рахмына алса, сіз еш қор болмайсыз. Ағайын, бауырларым, уайым қайғыға тосқауыл қоя аласыз. Алла Тағала пайғамбарымызға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ұнайма, қайғырма деген. Білесіз бе, Әбу Бәкірдің Алла оған разы болсын, иманы бүкіл үмметтің иманынан ауыр түсетіні туралы хадисте айтылған. Міне, бірде Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, пайғамбарымызбен, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, үңгірде болған сәтінде мүшіріктер үңгірге өте жақын келеді. Сол кезде Әбу Бәкір аздап уайымдап, мазасызданады. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, оған уайымдама Әбу Бәкір, Алла Тағала бізбен деген. Бұл дегеніміз сізбен бізге де қатысты. Алла бізбен болса, неге біз қайғы мұңға берілуіміз керек? Неге мазасыздануымыз керек? Қандай жағдай болмасын, Алла бізді қолдайтынын білетін болсақ, әрі барлық нәрсе Алланың қолында, құзырында емес пе? Сөзімді керемет хадиспен тәмамдағым келіп тұр. Оны бұрынырақ та естіген боларсыз. Бірақ қашан тыңдасақ та бұл жүрегімізді тынышталдырады. Иман келтіргеннің жағдайы қандай ғажап. Күдіксіз, кез келген жағдайда оны жақсылық күтіп тұр. Және бұл тек иман келтіргенге ғана тән. Оған жақсылық келсе шүкір етеді, бұл ол үшін жақсылық. Ал қиыншылық келсе сабыр етеді, бұл да ол үшін жақсылық. Кез келген қиыншылық, дерт, мазасыздық, уайым, қайғы, тіпті аяғыңызға кішкентай тікен кірсе де, Алла Тағала олардың себебімен күнәні кешіреді. Жерді басып жүрген иманды құлда бірде-бір күнә қалмайынша, қиыншылық оның ізінен қалмайды. Мұсылман қиындыққа, жамандыққа тап болған кезінде сабырлық танытады. Бұлай етуі оның өзіне жақсы. Алла оған есепсіз сауаптар жазады. Жақсылық жетсе шүкір етеді, қиыншылық келсе сабыр етеді. Алладан үмітін үзбейді, тағдырына наразылық білдірмейді. Және жүзімен қиналып жүргенін білдірмейді, күлімдеп жүреді, әрдайым Алланы зікір етіп жүреді. Субханалла, альхамдулилля. Бұл сөздер, бұл істер адамның бітпестей көрінген қайғысын кетіреді. Жағдайыңыз жақсы кезде Аллаға жақындай түсіңіз. Басыңызға қиын күндердің келуін күтпеңіз, Аллаға қайтыңыз. Хадисте былай делінген: амандық, есендік күндерінде Аллаға жақындай түс. Қиындық келген сәттерінде Алла өзі жәрдем береді. Қиын күндер келгенде сабыр етіп, намаз оқып, Алладан жәрдем сұраңыз. Шынайы мұсылман қиындық келген сәттерде Аллаға жақындай түсетін мүмкіндікті пайдаланады. Бұл сынақ, бұл қиыншылық уақытша екенін естен шығармаңыз. Алла Тағала баршамызға осы дүниеде, сондай-ақ ақиретте де бақытты болуды нәсіп етсін. Нағыз қайғыратын кез ол пенденің амал дәптері сол қолына беріліп тозаққа тасталатын сәті. Алла бізді тозақтан сақтасын. Ал шынайы бақытты болатын кез пенденің қиямет күні амал дәптері оң қолына беріліп жәннатпен сүйіншіленетін кезі. Алла баршамызға фирдаус жәннатын нәсіп етсін.